Сәлем достар, мен сіздермен Құралай. Сіздерге бүгін өзімнің арнамда өте дәмі керемет болып шығатын, ең бастысы қолжетімді азық-түліктен тұрады. Торт жасаймыз, шоколадный торттың үлгісін көрсететін боламын сіздерге. Барлық керек заттың бәрін описание бөліміне қалдырдым. Менің арнама достар тіркеліп өтуді ұмытпаңыздар. Алда қызықты рецепттермен бөлісетін боламын. Жұмыртқамызды алып, үстінен шекерімізді салып, жақсылап араластырып болған соң, айранымызға алдын ала ас содасын, нан содасын салып, реакция жүргенін, осындай көпіріп реакция жүреді. Сосын кейін барып салып, бәрін араластырамыз жақсылап. Майымызды саламыз, майымызды да салып, жақсылап араластырамыз. Ары қарай елекке ұнды, какао ұнтағын бірге салдым мен. Сосын осылай бірге шетінен асықпай електен өткізіп отырып қозғап тортымыздың бисквитін дайындауға кірісеміз. Осылай дайын болған бисквитімізді құямыз дағыны, тестамызды құйып, алдын ала қызып тұрған 180 градуста пешке 20-25 минутқа көтерілуге дейін қойып қоямыз. Дайын болған тест коржығымызды алып екі бөлікке бөлеміз. Шет-шетін алып тастаймын, маған қажет болады, үгітіп тортты әсемдеуге керек болады. Креміне кірісеміз. Креміне менде үйдегі тоңазытқышта тұрған қаймағымыз 20%, бізде майлылығы. Сгущенка вареный қостым, және де сгущенка өзін кішкене қалған екен, бәрін араластырып қойып қойдым. Пропитка істейміз коржығымызға, яғни креміміз сіңімді болу үшін коржығымыз өте нәзік, жегенде үлбіреп тұру үшін осындай пропитка істейміз. Сироп менде медпен істедім. Су қосып кішкене осылай пропитканы сеуіп шығамыз дағыны. 5 минут қойып қоямыз. Сосын кейін кремімізді алып екі бөлікке бөлеміз дағыны. Ортадағы бөлікке көбірек кремді себеміз. Жағып шығып, төбесіндегі қабатқа кремнің қалғанын жағып шығамыз. Міне осылай айналдыра жағып шығамыз дағыны. Жаңағы шетіндегі кескіндеменің ұнтағын, коржығымыздың ұнтағын сеуіп шығамын әсемдеп. Міне бөліктерге бөліп қойдым. Өте сондай нәзік болып шығады достар. Кез келген уақытта бестік шай болсын, үйге аяқ астынан қонақ келіп қалған жағдайда істеп берулеріңізге болады. Баршаңызға ас болсын, жасап көріңіздер.